Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі тыңдайтын ертегіміз күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құс туралы қызықты ертегі. Ендеше құлақ түрейік. Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның 3 баласы бар екен. Ең үлкеннің аты Асан, ортаншысының аты Үсен, ал ең кенже баласының аты Хасан екен. Хасан өте сұлу, ақылды, әрі батыр, ақкөңіл бала болып өседі. Патша ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде бір ғажайып құс көреді. Күлсе, құстың аузынан будақ-будақ гүл түседі, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі екен. Міне, патша осы құсқа ынтық болады. Дереу орнынан тұрысымен Асан мен Үсенді шақырып алып айтады: «Мен түсімде бір тамаша, өмірімде көрмеген құсты көрдім. Ол құс өте сұлу. Күлсе аузынан будақ-будақ гүл түседі, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түседі. Осы құсты қайдан да болса маған тауып әкеп бересіңдер», деп бұйырады. «Егер де тауып әкеп бермесеңдер, бастарыңды аламын», депті қатуланып. Асан мен Үсен әкесінің қорыққаннан қайдан да болса тауып әкеп береміз деп уәде береді де жол жүріп кете береді. Бұл оқиғаны Хасан білмейді. Хасан әкесінің Асан мен Үсенді күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетін құсқа жұмсағанын 40 күннен кейін барып біледі. Асан мен Үсенді осындай алыс жолға жұмсап, өзінің үйде қалғанына қапа болып, әкесіне келіп, жылап жібереді. «Әке», дейді Хасан, «Асан мен Үсенді жұмсаған жаққа мені неге жұмсамадыңыз? Әлде мені ол екеуінен жек көресіз бе? Я болмаса маған сенбедіңіз бе?» Патша айтады: «Жоқ балам, олай емес. Мен Асан мен Үсенді өте қатерлі, қиын жолға жұмсадым. Ал сені ол қиын сапарға жұмсауға көзім қимады», дейді. Хасан әкесіне жалынып, сол құсты іздеуге разылығын алып, ел жұртымен қош айтысып, екі ағасының артынан кетеді. 40 күн бұрын кеткен ағаларын Хасан қуып жетеді. Ағайынды үшеуі бір үлкен жолға түсіп жүре береді. Бір күндері бұлардың жүріп келе жатқан жолы 3 айырылады. Бір жол оңға, бір жол солға, бір жол тура бетімен. Әр жолдың басында үлкен тас тұр. Тастың бетіне ойып жазған жазу бар екен. Бірінші жолда барса келер, екінші жолда барса мүмкін келер, мүмкін келмес. Үшінші жолда барса келмес деген жазу тұр екен. Асан барса келер жолына түседі. Үсен барса келер, мүмкін келмес жолына түседі. Ал Хасан барса келмес жолына түсіп жүре береді. Бірнеше ай, бірнеше күн жүргеннен кейін Хасанның алдынан үлкен қала көрінеді. Қаланың айналасында көп киіктер жайылып жүр екен. Хасанның осы кезде азығы таусылып, бірнеше күннен бері ас ішпей ашығып келе жатқан кезі еді. Киіктің біреуін атып алайын деп, беліне асынған садағын алып кезене бергенде, киіктердің бәрі маңырап, Хасанды қоршап алып, мұңлы дауыспен шулап кетеді. Хасан киіктерді атпайды. Бұл жануарларға не болған деп ойлап, еш нәрсеге түсінбестен қаланың ішіне кіреді. Бір үлкен сарайдың ішіне кіріп, «Кім бар?» деп дауыстап еді, ешкім жауап бермеді. Жан-жағына қарап еді, бір алтын табақ тола қуырылған етті көреді. Әбден ашыққан Хасан етті жемекші болып табаққа қолын сала бергенде, «Әй адамзат, тарт қолыңды!» деп үсті басы алба-жұлба,
тісі ақсиған, түсінен адам қорқатын бір кемпір келіп, бір нәрселерді айтып аузын күбірлетті де жерде теуіп қалды. Осы кезде Хасан киікке айналып кете берді. Әлгі кемпір Хасанның мойнынан жетектеп, жаңағы маңырап жүрген Хасанның алдынан шыққан киіктерге апарып қосып қойды. Хасан адам түрінен айырылғанмен ақылынан адаспады. Көп киіктерден бөлініп, жаңағы өзі келген жолына түсіп, келген жағына қарай жүре береді. Бірнеше күн өткеннен кейін алдынан жаңадан соғылған үлкен сәулетті бір сарай көрінеді. Киік болған Хасан сол сәулетті сарайдың ішіне кіреді. Алдынан бір сұлу қыз шығып киікке қарап: «Сен киік емессің ғой, адамзатсың ғой. Егер де мен сені адам қалпына келтірсем, сен мені аласың ба?» деп сұрап еді. Киік Хасан тіл қатпады. «Қыз, сені киікке айналдырып жіберген менің залым анам ғой. Сенің тіліңді де сөйлетпей қойыпты ғой», деді де киік Хасанның бетіне бір уыс топырақ шашып жіберіп еді. Хасан бұрынғысынан да сұлу жігіт болып шықты. Хасан адам қалпына келген соң қызбен сыпайы амандасып, қызға үлкен алғыс айтты да, және де басынан өткен тарихын баян етті. Қыз да басынан өткен кеткендерін Хасанға айтып берді. Қыз айтты: «Мен сол сені киікке айналдырып жіберген жалмауыз кемпірдің жалғыз қызы едім. Шешемнің адамға жасаған дұшпандығына төзе алмай, еншімді алып бөлек шығып едім. Мен өмірімде адам баласын көрмей жалғыз өтермін деп қапалықта отыр едім. Құдай сені маған кездестірді. Мен сенің соңынан қалмаймын», деді. Хасан: «Мен әкеме берген уәдемді орындамай, саған үйлене алмаймын», деді. Қыз одан: «Әкеңе қандай уәде берген едің?» деп сұрады. Хасан әкесіне түсінде бір тамаша құсты көргенін, күлсе аузынан будақ-будақ гүл түсетінін, жыласа көзінен моншақ-моншақ маржан түсетінін айтты. Сол құсқа әкесінің құмар болып, екі ағасын тауып әкеліңдер деп жұмсағанын, ағаларының артынан өзі өтініп, қандай қиындық болса да төзіп, қайдан болса да тауып әкеліп беремін деп уәде бергенін айтты. Қыз Хасанның бұл сөзін естіп жылай берді. «Сен бұл құсты іздейтін болсаң, маған жоқсың. Бұл құс менің құсым еді. Адамша сөйлей алатын еді. Менен бұл құсты пері патшасының Күлжамал деген қызы әскерімен келіп тұрып алып кеткен еді. Ол перінің елін іздеп табарсың-ау, бірақ құсты саған оңайлықпен алдыра қоймас», дейді. Хасан: «Мен қандай қиындыққа болса да төзуге тиіспін. Қандай болса да құсты әкеме тауып апарып беру міндетім де және борышым. Ол құсты аман есен тауып алып қайтсам, алдымен саған келемін. Сенен басқа ешкімге үйленбеймін», деді. Қыз Хасанның беттеген жағынан қайтпайтынын білген соң, Хасанға рұқсат беріп жөн сілтеді. «Батысқа қарай 90 күн жүресің. Одан кейін алдыңнан аспанмен таласқан биік тау кездеседі. Сен ол таудың ар жағына 90 күн дегенде өтерсің. Сол таудың арғы түбінде үлкен жалғыз түп бәйтерек бар. Сол бәйтеректің басында самұрық құстың ұясы бар. Сені мүмкін сол самұрық перінің еліне жеткізер», дейді. Содан кейін қыз айтты: «Менің залым шешем тірі тұрғанда екеумізді бірге өмір сүргізіп қоймайды. Бір зиянын тигізеді. Менің шешемнің ажалы мынадан болады» деп бір садақтың оғын берді. «Қалай қарап атсаң да менің шешемнің маңдайына тиеді», деді. Хасан садақтың оғын алып, көп кідірместен атып жібереді. Атылған оқ жалмауыз кемпірдің маңдайына тиіп, сол заматта өледі. Бұдан кейін Хасан қызбен қош айтысып, батысқа қарай жүріп кетті. Қыз айтқандай Хасан 90 күн жүріп, аспанмен таласқан үлкен тауға кездесті. Таудың ар жағына 90 күн дегенде зорға асып түсті. Үлкен жалғыз түп бәйтерекке келіп, саясында демалып отыр еді.
«Әй адамзат, бізді өлімнен құтқар, құтқар!» деп шырылдаған самұрық құстың балапандарының даусын естіді. Хасан бұл мүсәпірлерге не болды деп қарап еді. Бір үлкен айдаһар жылан балапандарды жұтуға әзірленіп, бәйтеректің басына қарай өрмелеп бара жатыр екен. Хасан көп ойланбай, дереу қынаптағы қылышын суырып алып, айдаһарды бірнеше жерден шауып өлтірді. Самұрық құстың балапандары өлімнен аман-есен құтылғанын біліп, Хасанға көп рахмет айтты. Ашығып отырған балапандар айдаһардың етін жеп тойып алды. Дәл осы кезде қатты жел тұрып, нөсер жаңбыр жауды. Хасан балапандарын «Бұл не қылған жел, не деген нөсер жаңбыр?» деп сұрады. Балапандар, бұл жел емес, біздің анамыздың қанатының лебі. Ал жаңбыр дегеніміз біздің анамыздың көз жасы. Біздің анамыз жылда осы бәйтеректің басына жұмыртқалап, балапан басын басып шығарады екен. Анамыз балапандарына тамақ іздеп кеткенде, жаңағы сіз өлтірген айдаһар іннен шығып, біздің анамыздың басып шығарған балапандарын жеп қояды екен. Біздің анамыз келгенше қайтып інне тығылып қалады екен. Қазір біздің анамыз аң аулап қайтып келе жатыр. Біздерді тірі көремін бе, әлде айдаһар жеп қойды ма деп жылап келе жатыр. Міне жаңбыр емес, біздің анамыздың көз жасы осы. Біздің анамыз, деді балапандар, адамзаттың етіне сондай құмар. Біздің анамыз сізді жұтып жіберуі мүмкін. Сондықтан сіз біздің қанатымыздың астына жасырына тұрыңыз, дейді. Хасан балапандардың қанатының астына жасырынды. Бір мезгілден кейін самұрық құс келіп бәйтеректің басына қонады. Самұрық құстың салмағынан бәйтерек иіліп жерге тиді. Балапандарының тамағына көп бұғы, киік, тағы басқа да аңдарды алып келіп үйіп тастады. Балапандардың тірсін көріп көз жасы тиылып қуанып кетті. Дәл осы кезде жадырап күн де шығып, қатты жел де тиылды. Бір кезде самұрық құс тамсанып, жан-жағына қарай берді. Адамзаттың иісі шығады. Сендер көрген жоқсыңдар ма, деді. Балапандар, егер сіз бір қасық қанын кешсеңіз, біз адамзатты көрсетеміз, деді. Самұрық мақұл дегендей бас изеді. Балапандар қанатының астындағы Хасанды көрсетіп еді, самұрық Хасанды жұтып жіберді. Балапандар шыр-шыр етіп анасының тамағын ұстай алды. Самұрық Хасанды қайта тастады. Содан кейін самұрық балапандарынан «Бұл адамзат сендерге қандай жақсылық істеді?» деп сұрады. Балапандар, бұл адамзат айдаһарды өлтіріп, бізді ажалдан құтқарды, деді. Самұрық Хасанға үлкен алғыс айтып, не жұмыспен келгенін сұрады. Қандай жәрдем керек, деді. Хасан басынан өткен оқиғаны жасырмай тегіс айтып берді. Және перілердің жеріне жеткізіп тастауын өтінді. Самұрық мақұл деп жол қамына кірісті. Балапандарына өзі қайтып келгенше жетерлік ауқат жинап беріп, жолда жейтін ауқатын алып, үстіне Хасанды мінгізіп, перінің жеріне қарай ұшады. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.